Ассалаумағалейкум достар, жігіттер, қыздар. Бүгінгі видеоның форматы өзгеше болады. Себебі мен бұған дейінгі видеолардың бәрі 3D визуализация, 3D моделирование болса, бүгінгі видеода 2D сызба, яғни 2D чертеж жайлы айтамын. Видео басылмас бұрын видеоның астында подписаться деген қызыл батырманы басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сонымен жігіттер, қыздар, мына сызбаға келейік. Бұл план деп аталады. Көп адамдар қателеседі, проект сызбашы, осыны айтып жүр проект деп. Жоқ, бұл план деп аталады. Проект дейтін жалпы ұғым, оның ішіне неше түрлі чертеждар, сызбалар кіреді. Енді мына планда не көрсетіледі? Планда ең бірінші габаритный размерлер, яғни басты размерлер. Үйдің ұзындығы ені 15.000, 12.000. Сіздер ойлап отқан шығарсыздар, 15.000 деген не? 15.000 дейтін миллиметр. Метрге айналдырсақ 15 метр. 15-те 12. Және осевой линиялардың размерлері көрсетіледі. Мұнда қызыл, мына жерде А, Б, В, Г 1, 2, 3 деп тұр, қызылмен, және қызыл сызықтар тұр. Олар осевой линия деп аталады. Не үшін керек олар? Байқап қарасаңыздар, бұл жерде қабырғалар қалың және жұқа қабырғалар. Осевой линиялар қалың қабырғаларға қойылады. Яғни ол қалың қабырғаның үстіне бүкіл крышаның салмағы, нагрузкасы түседі. Сол үшін оны көтеру үшін ол қабырға қалың болады. Бұл осевой линия деп аталады. Және солардың размері көрсетіледі планда. Және мына бөлмелердің көрсетіледі. Жатын бөлме, қонақ бөлме, ас үй, кіреберіс, қойма, дәретхана, жуынатын бөлме, гардероб бәрі жазылған. Бүкіл сол бөлмелердің размерлері қабырғаларының қалыңдығы толығымен көрсетіледі. Енді жігіттер, қыздар, осы планда қандай программа жасайды, қалай жасайды, сіздерге егер сол қызық болса, мына көріңіздер, бұл AutoCAD деген бағдарлама, программа. Міне бұл AutoCAD деген программа. Осы жерде осындай неше түрлі план жасауға тек қана AutoCAD-пен емес, Archicad, Revit дейтін программалар бар, олармен де жасауға айырмашылығы. Менің жұмыс жасайтын программа осы AutoCAD деген программа. Бұл видеоны сіздерге не үшін көрсетіп жатырмын? Себебі көп адамдардың сұранысы бойынша Ренат мынаны қандай программа жасайды, қалай жасайды, осыны көрсетші, осындай видео түсірші деп сұранысы бойынша осы видеоны сіздерге түсіріп жатырмын. Міне план дейтін осылай жасалатын нәрсе, жалпы осылай жасалады. Сонымен жігіттер, мен сіздерге бұл видеода тағы пайдалы не айттым, сіздерге осы проекттирование жайлы түсінік бердім да. Проекттирование дейтін жалпы ұғым, план дейтін ол жеке ұғым. Мысалы, генплан, ол да проекттирование ішіне, планда проекттирование ішіне, фасадта проекттирование ішіне жатады. Мысалы, үйдің ішінде кейде мына тоқтың, канализация, ыстық су, салқын судың бәрінің схемалары көрсетіледі. Оның бәрі проекттирование жалпы айтылады. Ал бұл план деп айтылады. Бұны сіздерге не үшін айтып отырмын? Себебі көп адамдар проектированиеден хабарсыз. Бұл сіздерге аз да болса пайда береді деп ойлаймын. Проектирование деген не, план деген не, схема деген не, изометрия дейтін чертеждер бар. Чертеждің сызбаның түрі көп, оның барлығы жалпы проект деп аталады, проектирование деп аталады. Ішінде осындай неше түрлі сызбалардың түрлері бар. Сонымен жігіттер, қыздар, бүгінгі видео сіздерге аз да болса да пайдасы тиді деп ойлаймын. Менің арнамның дамуына үлес қосыңыздар, атсалысыңыздар, видеоны таныстарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, коммент сұрақтарыңыз болса төменге комментке жазыңыздар. Егер сіздер мен осындай арнамның дамуына үлес қоссаңыздар, мен сіздердің сұраныстарыңыз бойынша алдағы уақытта осындай неше түрлі видеолар шығарамын. Бұл видео сіздерге қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Арнаға тағы да тіркеліп кетіңіздер. Уақыт бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықты проектирование жайлы неше түрлі видеоларым шығады. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.